Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз дөңгелек салфетка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін менің мастер-класс көрсететін жібім Иран жібі. Ол үшін осылай кольцо алып аласыз. Осы кольцоның ішіне 12 столбик, снакидің 12 столбик тоқимыз. Әуелі 2 воздушный петля көтеріп аламыз. 1, 2. Осы жерге мынау бір столбик болып есептеледі. Енді осы жерге 11 столбик тоқимыз снакидің. 2, 3, 4, 5. Осылай 12 столбик снакидің 12 столбик тоқып шығамыз. Неке біз 12 столбик тоқып алдық. Енді осы бастапқы көтерілген ілмекке осылай бір ілмекке осылай өтіп аламыз. Енді екінші қатар тоқимыз. 1, 2 воздушный көтерілеміз. Накид және осының дәл түбінен, осы көтерілген столбиктің дәл түбінен тағы бір снакидің столбик тоқимыз. Сонда біз бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Енді накид келесі ілмекке тағы да келесі бір ілмекке, мына бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. 1, осы ілмекке тағы да 1. Екінші қатарымыз сонда мына әр ілмекке 2 столбикпен тоқумен аяқтайтын боламыз. Накид келесі ілмекке тағы да 2 столбик. Әр ілмекке 2 столбик тоқитын боламыз. Сонда бірінші біз 12 столбик көтерген болатын болсақ, екінші қатарымызда 24 столбик көтереміз. Осы қатарды аяқтап болғасын, столбиктарыңызды санап шықсаңыздар да болады. 24 болу керек міндетті түрде. Осыны айналдырып аяғына дейін тоқып шығамыз. Неке біз екінші қатарды да тоқып келдік. Мынау жаңағы мына жерде артында қалған жіпті мінекей. Осыны мен қатарға қосып тоқып жіберем. Енді мынандай пұттай ғана қалған остатокты осылай қиылып тастасақ та болады. Бірге қосып тоқи алмасаңыздар, кейіннен инемен де өткізіп арасына қойсаңыздар болады. Енді мынау столбик, екінші столбик, соның мына жақ қапталындағы ілмек біздің қосылған ілмек болып табылады. Осы ілмекке осылай бір ілмек болып қосыламыз. Неке біздің екінші қатарымыз шықты. Енді үшінші қатарға көтерілеміз. 2 воздушный көтерілеміз. Неге 2 воздушный демеңіздер? Себебі мен айттым, Иран жібімен тоқып отырмын. 3 воздушный көтерсеңіздер, онда мына жерлеріңіз әдемі шықпай қалады. Иран жібімен тоққанда осылай 2 воздушный көтерілсеңіздер жарайды. Ал егер жіптеріңіз қалың,
жуан жіп болса, онда 3 воздушный көтеріліп тоқисыздар. Енді 3-ші қатар накид дәл осы воздушный петляның дәл түбінен осылай бір столбик көтересіз. 2 столбик болды. Сонда бізде бұл бір ілмекте 2 столбик деген сөз. Енді келесі ілмекке бір ғана столбик көтерілеміз. Накид. Енді келесі ілмекке 2 столбик тоқимыз. Осы ілмекке тағы бір столбик. Накид. Келесі ілмекке бір ғана столбик тоқимыз. Келесі ілмекке 2 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Сонда 3-ші қатарымызды сонда бір ілмекке 2 столбик, келесіне 1 столбик, келесіге 2 столбик, келесіге 1 столбик, келесіге 2 столбик, келесіге 1 столбик, сонда кезек-кезек келесіге 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик болып, осы 3-ші қатарды аяқтайтын боламыз. Неке біз 3-ші қатарымызды тоқып келдік. Неке мына столбиктің мына жақ басындағы ілмек, осы біздің қосылатын ілмегіміз болып табылады. Осыған осылай бір ілмекке қосыламыз. 2 воздушный. Накид. Енді осының түбінен осылай бір столбик көтерілеміз. 2 столбик болды. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 2 столбик. Дәл осыған, тағы бір столбик тоқисыз. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Жаңа біздің тоқығанына 3-ші қатарымыз 36 столбик болады. Сонда міне мынауымыз 12, 12-ке 12-ні қоссаң 24, 24-ке 12-ні қоссақ мында 36. Енді келесі столбигіміз 48 болу керек. Енді мына жерде мінекей 2 столбик тоқыдық. Одан кейін дара біреу, қайттан 2 столбик бір ілмекке 2 столбик, келесі ілмекке 1 столбик, келесі ілмекке 1 столбик. Енді келесі ілмекке 2 столбик тоқисыз. Сосын дара 1 столбиктен келесі ілмекке 2 столбик, солай 48 столбик тоқып шығатын боламыз. Түсінікті қылып айтқан сияқтымын. 2, 1, 1, 2, 1, 1. Осылай 4-ші қатарды аяқтаймыз. 4-ші қатарды 48 столбикпен аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 4-ші қатарды тоқып келдік. 48 ілмек, 48 столбик болу керек. Міндетті түрде әр қатарды тоқып болғаннан кейін
столбиктарыңызды санап отырыңыздар. 48 столбик тоқып шықтық, 4-ші қатар. Енді келесі 5-ші қатарға өтеміз. Екі воздушный, сол ілмектің дәл түбінен осылай столбигіңізді көтересіз. Енді мына жерде бір ілмек, мына жерде екі ілмектен, мына жерге 2-ге 1, 2-ге 1, 2-ге 1. Келесіде мына жерде 2-ге 2, 2-ге 2 тоқыған болсақ, енді мына жерде 2-ге 3 тоқимыз. Не 2 ілмек тоқыдық, 2 столбик тоқыдық, бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Енді дара 3 столбик тоқы аламыз. Дара ілмектерге 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3 столбик тоқимыз. Қайттан 2 столбик тоқимыз бір ілмекке. Дара 1 столбиктен тоқимыз. Осылай аяқтайтын боламыз. Енді келесі ілмекке дара 1 столбик, келесі ілмекке дара 1 столбик, келесі ілмекке дара 1 столбик. Мына жерде мінекей бір ілмекке 2 столбик тоқып алдық. Дара 1, 2, 3, дара 3 столбик тоқыдық әр ілмекке. Енді келесі бір ілмекке, мына бір ілмекке 2 столбик тоқиыз. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Енді дара 3 столбик тоқимыз. Әр ілмекке 3 столбик. Бір ілмекке 1 столбик. Бір ілмекке 2 столбик. Бір ілмекке 3 столбик. Бүйтіп қарап отырсаңыздар көрініп тұрады. Енді келесі бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Осылай осы кругты айналып тоқып шығамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді 12, 12, 12, 12. Мынамыз 48 болды. 48-ге 12-ні қосқанда 60 бола ма? Сол 60 столбикті осылай тоқып шығасыз. Сонда әр қатарға 12 столбиктан қосылып отырады ғой, яғни 12, 24, 36, 48, 60, 72, сол 72 қатар осылай тоқып шығуымыз керекпіз. Әр қатарға 12 столбиктан қосылып, сонда 72 столбик қатар тоқитын боламыз. Қазір енді мынаны осыны тоқып бітіргенде бізде 60 столбик болу керек. Мінекей біз 5-ші қатарымызды да тоқып келдік. Осылай көтерілген ілмекке қосылып аламыз. Екі воздушный. Енді біз жаңа бірінші қатарда 2-ге 3 тоқыған болсақ, енді 2-ге 4 тоқимыз. Осы ілмекке, осы столбиктің түбіне тағы біреуін тоқимыз. Сонда бізде мінекей 2 столбик болды.
Енді дара-дара 4 столбик тоқимыз. Дара-дара әр ілмекке, дара-дара әр ілмекке 4 столбик. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик тоқимыз. Дара ілмекке. Міне 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Сонда мінекей мына жерде екеуін тоқыдық. 1 ілмекке 2 столбик тоқыдық мінекей. Сосын дара 1, 2, 3, 4 столбик тоқыдық әр ілмекке. Енді келесі ілмегімізге 2 столбик тоқимыз. Мына ілмекке 2 столбик тоқимыз. 1, 2. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Неке. Енді келесі ілмекке 2 столбик. Дәл осыған тағы 1 столбик. Осылай осы қатарды да аяқтайтын боламыз. Яғни 2-ге 4. 1 ілмекке 2 столбик. Дара-дара 1, 2, 3, 4 столбик. Бүйтіп ашып қарап отырсаңыз көрініп тұрар жанында. Одан кейін 2 столбик тоқыдық мінекей. Одан кейін дара 1, 2, 3, 4 дара тоқыдық. 1 ілмекке 2 столбик тоқыдық. Мінекей. Бүйтіп қарап отырсаңыз да көрініп тұр бәрі мінекей. 2, 1, 1, 1, 1, мінекей 2 столбигіміз тұр мінекей. 1, 2, 3, 4, мінекей 2 столбигіміз тұр. Осылай 2-ге 4 столбик тоқып, барлығы 72 столбик тоқып, осы қатарды аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 72 столбик тоқып алдық. Енді осы көтерілген жерімізге осылай 1 ілмекке тағы 1 ілмек аламын да, мына жағын осылай қатты тартып қатырып, осы жерден қиып алып тастаймын. Енді мына бастаған жерімізден 1, 2, 3 ілмек тастаймыз да, мына 4-ші ілмекке осылай ілмек дайындап аламыз.
осы ілмекті осылай өткіземін. 2 воздушный, біреу, 2 воздушный, накид, және осы дәл осы ілмекке тағы бір с накидом столбик көтеріп аламыз. 2. Осылай ілмегіңізді тартыңқырап ұстайсыз, көтеріңкіреп. Енді мына тұрған осы 2 столбиктің мына жағындағы столбикке тоқимыз. Накид. Осы мына таяқшаға тек ілмек іліп аламыз. Біреу, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5, 6. Енді осының былай 2 ілмектен алып отырамыз. 2 ілмек аламыз. 2 ілмек. Қайтадан іліп аламыз да, мына жақтан тағы да мына 2 ілмекті іліп аламыз. 2 ілмек іліп алып. Мына қайтадан ілмек іліп аласыз да, мына жақтың мінекей мына 2 ілмегін осылай алып кетесіз. 2 ілмек. 2. Мына тұрған 2 ілмекті аламыз. Мына 2 ілмек қалды. Енді былай екінші бетіне қарай аударасыз да, мына жіпті былай қосып тоқып жіберсеңіз болады, мына столбикке. Осы жерге тартыңқырап. Осы мына екінші таяқшамызға 7-еуін іліп аламыз. Накид, накид, 1, накид, 2, накид, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл жаңағындай 2 ілмектен алып отырасыз. Соңғы 2 ілмегіміз қалды, оны да осылай бәрін 1 ілмекке өткізіп аламыз. Қайтадан оңымызға қараймыз. Енді мына жерден 3 ілмек тастап кетіп, 1, 2, 3 ілмек тастап кетіп, мына 4-ші ілмекке ілеміз. 1, 2, 3, осы 4-ші ілмекке қатты тартып, осылай 1 ілмекке ілінесіз. Осындай әдемі жапырақ пайда болады. Енді осы жерге сразу осылай 2 воздушка көтеріліп, накид, дәл осы ілмекке, 2-ші
столбикті көтеріп аламыз. Ілмегімізді кішкене осылай көтеріп ұстап аласыз. Накид 6 ілмек іліп аламыз. 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5, накид 6. Енді мына 2 ілмектен осылай мінекей 2 ілмектен іліп алып отырасыз. 2 ілмек 2 ілмектен 2 ілмек ілдік. Мінекей мына 2 ілмекті іліп аламыз. Екі ілмегіміз қалды. Екінші бетіне айналдырасыз. Бұл жерге енді 7 ілмек ілеміз. Накид 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соңғы 2 ілмегіміз қалды. Осылай 1 ілмекке өткізіп аласыз. Енді оң жағына қараймыз. Енді 1, 2, 3 ілмек тастап, 1, 2, 3 ілмек тастап, мына 4-ші ілмекке келіп қосыласыз 1 ілмекке. Енді осы жерден тағы осылай көтеріліп тоқып кете бересіз. Еш қиындығы жоқ. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Соңына дейін тоқып келдік. Енді мінекей соңында 3 ілмегіміз қалды. 1, 2, 3 ілмек. Енді біз осы жерге келіп осының түбінен алып осылай 1 ілмекке өтеміз. Қатты тартып алыңыз. Сосын және 1 ілмекке осылай өтеміз де осы жерден қиып алып тастаймыз. Мына жіпті мына жерге артына, мына жағына артына осылай жіңішке инемен осылай өткізіп жіберсеңіз болады. Мінекей осындай керемет дүние шығады. Енді бұның айналасын былай
жиектеп шықсаңыз да болады. Осы мына түспен. Ал мен олай істемеймін. Мен осылай қалдырам. Маған осы тұрысы ұнайды. Өте нежный көрінеді. Енді осылай қалдырамыз. Или мына ортасына, мына жіппен ортасына бір былай осы жерден былай бір ілмектен жиектеп шықсаңыз да болады. Ол үшін осылай. Ілмек аламын. Мына кез келген жерінен, екінші бетінен артынан осыны іліп аламыз. Енді мінеке әр столбиктің арасындағы тесікке осылай іліп алып отырасыз. Не, әр столбиктің ортасында өзі тесіктер тұр, көзге көрінген. Соған осылай. Осылай айналдырып, осы нені екінші қатардың жиегі бойымен мінеке мына бірінші қатар, мына екінші қатар. Осы екінші қатардың жиегін осылай айналдырып тоқып шықсаңыз болады. Соңына дейін тоқып келдік. Енді мына жіпті арт жағына өткізіп аламыз. Мінеке осылай әдемілеп жиектеп алсаңыз да болады. Аны осылай бір-біріне байлап, шешілмейтін қылып. Мен осылай байлаймын. Сонда бұл осы байланыс ең мықты байланыс. Шешілмейді ешқашанда. Жіңішке инемен ілмектерге бір-екі өткізіп алып, ауысқан жіпті қиып тастаймыз. Осылай әрлі-берлі екі жаққа өткізіп тастасаңыз да болады, осылай. Немесе ауысқанын қиып тастасаңыз да болады. Мінеке. Бізде осылай өте әдемі, керемет салфетка пайда болды. Менімен бірге болыңыздар. Өте керемет салфеткалар тоқитын боламыз алдағы уақытта.